Қайырлы күн, құрметті балалар. Бүгін біз сендермен қазақтың көрнекті жазушысы Ыбырай Алтынсарин атамыз туралы сөйлесетін боламыз. Ыбырай Алтынсарин, шын аты Ибрахим, қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. 3-4 жасында әкесі Алтынсарин қайтыс болып, атасы Балғожаның қолында өсіп тәрбиеленеді. Қыпшақ тайпасының ұзын руынан шыққан. Атасы Балғожа би өз аймағының атақты кісілерінің бірі болған. Ел ішіндегі көп билікті қолында ұстаған би. Орынбор әкімшілігінің алдында да беделді, белгілі кісі болған. Замана бет алысын өзінше болжаған Балғожа табысқа жетудің ендігі жолы оқу деп біледі. Сөйтіп, немересі кішкентай Ыбырайды Орынборда ашылады деп күтілген орыс қазақ мектебіне күні бұрын жаздырып қояды. Бидің ондағы мақсаты әрине немересінің бала оқытып, педагог болуы емес. Әкімшілік орындарда жұмыс істеп, шенеунік, орысша оқыған төре болып шығуы, ата-анасын асырауы. Балғожа бұл ойын Орынборда оқып жүрген жасөспірім Ыбырайға жолдаған өлең хатында былайша білдірген. Үміт неткен көзімнің нұры бала. Жаныңа жәрдем берсін Құдай тағалам. Атаң мұнда, анаң мен есен аман. Сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атаңды сағындым деп асығарсың. Сабаққа көңіл бөлсең басыларсың. Ата-анаң өнер білсең асырарсың. Надан боп білмей қалсаң ақ ұрарсың. Шырағым, мұнда жүрсең нетер едің? Қолыңа құрық алып кетер едің. Тентіреп екі ауылдың арасында жүргеніңе не мұратқа жетер едің? Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға көрнекті ақын Ыбырай Алтынсариннің «Түлкі мен ешкі» ертегісінің бейнепрезентациясын ұсынамыз. Түлкі мен ешкі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға келіп, түлкіні көріп: «Ай, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. Түлкі айтты: «Ой, не қыласын, батыр, жаным рақат тауып тұрмын. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тып-тынық суы бар екен», деді. Мұны естіп ешкі: «Мен де салқын су ішейін», деп секіріп апанға түскенде, түлкі екен секіріп ешкінің үстіне мініп, онан мүйізіне шығып, мүйізінен секіріп, қырға шығып жайына кетті дейді. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар деген сөз осыдан қалыпты.